Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз ағылшын тіліндегі шартты сөйлемдердің үшінші түрі third conditional туралы сөйлесетін боламыз. Third conditionalдың жасалу жолы келесідей: if көмекші сөзі, if көмекші сөзінен кейін past perfect шағында тұрған кез келген етсіз қойылады. Ал сөйлемнің екінші бөлігінде would-тің жанына have және have-тің жанына үшінші формадағы кез келген етістік қойылады. Third conditional өткен шақта жүзеге аспаған кез келген іс-әрекет іске асқан жағдайда салдары қандай болар еді деген сияқты сұрақтарға жауап беру үшін қолданылады. Көпіне адам өзі өткен шақта жасаған іс-әрекетіне амалына өкінген кезде ол әрекет олай емес былай болғанда қандай болар еді деп ойланған жағдайда third conditionalда сөйлеуі мүмкін. Мысал, we would have arrived at 6 o'clock if we hadn't got lost. Іс-әрекет өткен шақта болған, олар 6-да келе алмаған, себебі олар оған дейін адасып кеткен. Егер олар адасып кетпегенде 6-да келе алар едік деп айтып жатыр. Hadn't got бұл past perfectте тұрған етістік. Екінші сөйлем, if I had known the answer, I would have passed the exam. Егер мен жауапты білген кезде, онда емтиханды жақсы тапсырып шығар едім деген сөйлем. Емтихан тапсырушы емтихан кезінде жауапты білмеген, сол себепті емтиханды ойдағыдай тапсырып шыға алмаған. Егер жауапты білген кезде, онда тапсырып шығар едім деп айтып жатыр. Had known бұл past perfect шағында тұрған етістік. Would have passed бұл етістіктің үшінші формасы. Дұрыс етістік болғанда себепті соңына ed жалғауы жалғанған. Third conditionalдың second conditionalдан басты айырмашылығы неде? Оны келесі сөйлемдерді қарастыру барысында анықтайтын боламыз. Second conditionalда берілген сөйлем: If I had a lot of money, I would give to charity. Егер менде көп ақша болса, онда садақа ретінде берер едім дейді. Бұл іс-әрекет адамның арманы сияқты көрінсе де, келер шақта расымен де іске асуы мүмкін. Екінші сөйлем third conditionalда берілген: If I had a lot of money, I would have lived to the fullest. Өткен шақта болып өткен іс-әрекетке өкініп отырған адамның сөзі: егер менде көп ақша болғанында, онда мен бақытты өмір сүрер едім деген сөйлем. Адамның өмірі өтіп кеткен, бірақ ол айтады, егер менде көп ақша болған кезде, онда мен бақытты өмір сүрер едім дейді. Бірінші іс-әрекет келер шаққа қатысты болса, екінші іс-әрекет өткен шаққа қатысты. Бірінші іс-әрекет расымен де жүзеге асуы мүмкін, ал екінші іс-әрекет тек өткен шақтағы іс-әрекет оқиға туралы өкініш қана. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі шартты сөйлемдердің соңғы түрі first conditional туралы сөйлесетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше